Біз осы бүгін 19 қазан айында Өскемен қаласына жәрмеңкемен келдік. Біздің қаладан 15 кәсіпкер қатысып отыр. Оның ішінде етпен келгендері бар, сүт өнімдері, бал, картоп, сәбіз және тағы басқа тауар өнімдерімен келіп тұрған кәсіпкерлеріміз бар. Сиыр етінен біз 3 тонна алып келдік, жылқы етінен 2,5 тонна, қой етінен 2 тоннаға шамаласа келдік. Және өзіміздің кәсіпкерлеріміз ет өнімдерінен жасайтын қазы, шұжық, әсіп деген тағамдарды осы жәрмеңкеге алып келді сатуға.